Өнер жолы қиын жол, оған талмайтын қанат, сарқылмайтын шабыт керек. Бұл Қазақстан Республикасының халық әртісі, актер, режиссер Райымбек Сейтметов қалдырған өсиеті. Биыл театр тарланының туғанына 85 жыл. Оның өнерге жеткен жетістігінен бөлек туған жеріне еткен еңбегі орасан. Тақыр жерден театр ашып, алғаш рет Түркістанда мәдениеттің шырағын жаққан өнер жанашырын бірге қызмет еткен қатарластары мен шәкірттері келі шаһарда еске алды. Кісі өзі бір сегіз қырлы бір сырлы адам ғой. Ол кісі сөз майталманы болған. Осы отырыстарда жаңағы керебет сондай бір өлеңдер оқып, ой салушы еді бізге. Оның өзі біз үшін тәрбие болатын. Біз айтушы едік ол кезде. Осы қазіргі біздің Төле биіміз осы Райымбек аға деп. Содан кейін ол кісі өзі бір жағынан бала сияқты, өзі көңілді, сондай бір ақ жарқын адамда болды.